Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум Дримлига сүйер қауым. Арнама қош келіпсіздер. Сәрсенбінің сәтті күнінде бісміллә деп бүгінгі видеомызды бастаймыз. Достар, сіздерден Гол Орда каналына жазылып кетулеріңізді сұраймын. Бұл каналда футбол жайлы және де Дримлига жайлы өте қызықты және сапалы видеолар шығатын болады. Қазақ ютубының дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер керемет болар еді. Сонымен қатар достар, бізде WhatsApp группа бар. Өткен видеоларда да айтып келе жатырмын. Ссылкасы описанияда тұрады, кіріп қосылсаңыздар болады. Бүгінгі видеода біз скаут ашатын боламыз, көптеген. Скаутты жай ашпаймыз, скауттан Жерар Пикені іздейтін боламыз. 10 000 монета құртып. Бұл бірінші шығарылымы. Егер де қолдаулар керемет болып жатса, тағы екінші шығарылымын қаласаңыздар комментарийға жаза кетіңіздер. Бұл аккаунт көріп тұрғандарыңызға менің аккаунтым емес, Өмір деген бауырымның аккаунты. Бауырыма көп рахмет осылай қолдап жатқанына. Жалпы қолдап жатқан бауырларыма көп рахмет. Егер қолдау жақсы болса, осылай қолдай берсеңіздер, біз әлі талай мықты видеолар шығаратын боламыз. Олай болса енді мен көп созбайын, бастайын достар. Кеттік. Ал достар, бісміллә деп бастайық. Біз бұл жерден бірінші тегін агентті ашайық. Тегін екен. Тегін скаут. Бұл жерден ештеңе түспеді. Көріп тұрғандарыңыздай достар, 43 000 монета, оны жинау оңай емес. Біраз еңбектенген екен. Бірақ маған беріп жатыр видео түсіру үшін. Сол үшін де тағы алғысымды білдіріп қойын. Бұл жерде облак түсті. Облак керек емес бізге. Біздің басты мақсатымыз Пикені ұстау. Бұл жерден сбросить ете саламыз. Тағы да 67 монетаға көрейік. Бұл жерден Консилий түсті. 67 монетаға тағы кетті. Камара түсті. Енді түсе қояр ма екен, енді 10 000 монета құртып көреміз. Бүгіндікке жетеді деген ойдамын. Көрейік біраз. Бұл жерден енді көріп тұрғандарыңызға ештеңе түспей жатыр. Бұл жерден Кондог бия түсті. Бұл жерден 450 монетаны бірақ құртып көрейік. Куртуа түсті. Куртуа керек емес. Жалпы оның составы фул. Бұнда ойыншылар керек емес. Тек видеоға осы Пикені іздеп түсіріп көрейік деген ойымыз болған. Оның үстіне ол карьерасын аяқтап жатқаннан кейін. Енді Пике түсіп кетсе өте жақсы болар еді. Тағы көрейік, бұл жерден 216 монета құртамыз, бірақ Трепьер түсті. Ал бұл жерден тағы да көрейік енді біраз мүмкіндіктер. 67 монета құртамыз. Жолымыз болмай жатыр енді. 450 монетаға Лоренте деген ойыншы түсіп жатыр Асимхенмен бірге. Олар керек емес әзірге. Эдерсон түсті. Так, әлі 20-дан астам мүмкіндігіміз бар әлі. Бұл жерден тағы да редкейді жұмсап көрейік. Мертенс түсті. Бұл жерден тағы да жай ойыншылар. Нико Гонзалес түсіп отыр, Барсаның ойыншысы. Бірақ ол керек емес енді. Бұл жерден енді жолымыз болмай жатыр, сөздің шыны керек. Пикені ұстай қою қиын болады ау. Просто Дримлига 23-те Пике болмайды да. Соны алып үлгеріп қалыңыздар, сіздерге де айтарым Пикені. Келесі сезон болмайды ол. Так, бұл керек емес. Сатып алып қойдым, байқаусыздар. Так, бұл жерден тағы да сол бичтар түсіп жатыр. Легендарный құртқанның өзінде нашар ойыншылар түсіп жатыр. Шанс 50%-дан жоғары болса да мүмкіндігіміз. Бұл жерден Матеус Куния түсті. Бұл да керек емес. Бізге тек Пике ғана керек. Пикені бере салыңдаршы бізге. Фрейзер түсті мына жерден. Так, бұл жерде бичтар түсті. Тағы ашып көретін боламыз, әлі біраз мүмкіндігіміз бар, достар. Егер де видео ұнап жатса, комментарийға жазып, лайк басып кетіңіздер. Келесі қандай видеолар түсірген өздеріңізге ұнайды. Идея тастап кетсеңіздер болады, достар, бәрін оқимын, бәріне лайк басам. Тағы құртайық, бұл жерден 450 монетаға. Көрдіңіз, 450 монетаға құртқан да осында ойыншылар түсіп жатыр. Жалпы скаут ашқан негізі тиімсіз, достар. Бұл жерден Кайер түсіп отыр. Кайер ме? Миланның қорғаушысы. Так, бұл жерден Ланзини түсті. Қаншама 10 000-дай монета уже құртып тастадық, достар. Дым бір керемет
таңғаларлықтай ештеңе түсіп жатқан жоқ. Бұл жерден Севильяның ойыншысы түсті. Тағы 67 монетаға шықты. Нуну Мендеш түсіп жатыр. Бұл жерден тағы да 67 тиімдірек сияқты негізі. 67-тен жақсы түсіп жатыр. Чем анау 450 монета құртқаннан қарағанда. Сонымен қатар бұл жерде мүмкіндік көбірек болады. Ана жақтан қарағанда көбірек ашатын боламыз. Так, Форсберг икона түсіп жатыр. Так, бұл жерден көрдіңіздер достар, 201 деген монетаға құртқанға 60-шы 50-ші рейтингтегі ойыншылар түсіп жатыр. Так, бұл жерден тағы да құртатын боламыз, біраз мүмкіндігіміз бар әлі. Давай, пике түссейші енді. Қанша монета құрту керек тағы. Бұл жерден тағы 59 рейтингтағылар түсіп жатыр. Тағы құртып көрейік. Өкінішке орай достар, міне көріп тұрғандарыңыздай, әзірге жолымыз болмай жатыр. Енді біз алған мақсатымыздан таймаймыз, алдымызға қойған мақсатымыздан қайткенде де пикені іздеп табамыз. Енді бір 10-15 шақты мүмкіндігіміз қалды. Бұл жерден Лукас деген ойыншы түсіп жатыр екен. Так, Жоржиня түсті. Әрине мен Челси аккаунтыма түссе керемет болар еді. Бұл жерге керек емес, өкінішке орай. Сбросить ете саламыз. Бұл жерден сол баяғы жартас, сол жартас дейді ғой қазақ атам. Сол бір нашар ойыншылар, басқа дым қызық жоқ. Бұл жерден енді тағы көрейік енді. Облак қайта түсті, облак керек емес бізге. Тағы енді 58-67 рейтингтағылар түсіп жатыр ғой. Табы 57 рейтингтағы бірдеңе түсіп жатыр ғой. Көрейік енді, тағы біраз ашып. Енді так бір 1000 монета құртып көрейік. Одан кейін енді ары қарай құртып керек емес ау деп ойлаймын. Жалқа болады монетаға. Қаншама еңбекпен жинағанда скаут ашып салсақ, әрине өкінішті. Еңбек еш кетеді. Так, бұл жерден Сванберг дейді. Тағы біраз құртатын боламыз енді. Өкінішке орай жолымыз болмай жатыр енді. Хаджи түсіп жатыр. Бұл жерден Кокорин түсіп жатыр. Прикинь, Александр Кокорин бар екен. Мен бірінші рет көріп тұрмын карточкасын. Так, Габриэль түсіп жатыр. Магаляс бет. Чаумени түсіп жатыр мына жерде. Бұл жерден болды. Осымен достар, енді бүгінгі видеомызды аяқтайық. Осындай өмір бауырымыздың составы. Егерде обзор күтсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Бүгін мен осы видеоны аяқтаймын. Жалғасын күтсеңіздер, комментарийға тағы да ойларыңызды жаза кетіңіздер. Тағы да өмір бауырыма рахмет, алғысымды айтамын. Бүгіндікке осы достар, келесі кездескенше сау саламатта болайық. Аман сау болыңыздар.